Семейде кәсіпкерлікті қолдау және инвесторларға қызмет көрсету орталығы ашылуы тиіс. Үкімет басшысы Серік Ахметов Шығыс Қазақстан өңіріне жасаған жұмыс сапары барысында осылай деп мәлімдеді. Семейде мемлекет қолдауының арқасында жылу қазандығы қайта жаңғырған. Премьер-министр алдымен жылу орталығын әрі қарай дамыту бағдарламасымен танысты. Сосын жабын плиталар шығаратын фирма Азия серіктестігінде болып, тұрғын үй құрылыс комбинатының жобасын көрді. Жергілікті бизнес өкілдерімен болған кездесуде өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту мәселесі жан-жақты талқыланды. Кеңесте сөз сөйлеген Атамекен одағының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов Семейде кәсіпкерлікті қолдау үшін ұлттық палатаның филиалы ашылатынын айтты. Үкімет басшысы бұл ұсынысты қолдай отырып, елбасының тарапынан Семейді дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Биыл қаланы дамытуға 16 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалады. Осындай қалалар тиімді бизнес ортаның үлгісі болуы тиіс деді. Елбасымыз үнемі бизнесті дамыту мәселесіне баса назар аударады. Мықты бизнес ел экономикасының бәсекеге қабілетті әрі жүйелі бөлігі ретінде қалыптасу керек. Міне мемлекеттік органдардың алға қойған басты міндеті осында қатысып отырған түрлі министрліктің өкілдері куә. Халық арасындағы кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыруға барлық жағдай жасау. Ал түстен кейін Серік Ахметов моноқалалар тізіміне енген Зырян шаһарына барып, мұндағы шағын және орта кәсіп нысандарымен танысты. Мұндағы ең ірі кәсіпорын Қазмырыш серіктестігіне премьер-министр жоғары баға берді. Айта кету керек, Серік Ахметов еліміз егемендік алғаннан бері Зырян қаласында болған бірінші премьер-министр. Бұдан соң үкімет басшысы Глубокое ауданында таяуда ғана ашылған сүт фермасына барды. Мұнда сауыншының міндетін роботтар атқарады. Жоба мемлекеттік бизнестің жол картасы және жаңа бизнес бастамаларын қолдау бағдарламалар аясында жүзеге асқан. Сондай-ақ премьер-министр бұл күні Өскемендегі Шығыс машина жасау зауытының жұмысымен де танысты. Бұдан соң облыстың даму жөніндегі тақырыпта өткен кеңеске қатысты.